Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен өзімнің құймақ жасаудағы рецептімен бөлісетін боламын. Мен барлығын көз мөлшерімен жасайтын едім. Соны қазір мен грамдап есептедім. Соны видео астына жазатын боламын. Алдымен жұмыртқа, тұз, шымшым, сосын қант жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз. Араластырып аламыз. Оның үстіне сүттен құямыз. Сонан соң ұнды аз-аздан бөліп салып тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болу керек, ішінде комок-комоктары болмау керек. Ұнды ситадан өткізіп алған дұрыс. Сонан соң үстіне жаңа ғана қайнаған ыстық судан құйып тез-тез араластырып жібереміз. Осындай бізде сұйық масса болады. Сковородканы майлаймыз бір рет. Сонан кейін біздің сковородка өте ыстық қызып тұрған болу керек. Түтіні шығып, содан кейін басылған. Соның үстіне құйған кезде осындай бізде ажурный болып піседі. Сковородканы